Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Менің аты жөнім Сұлтанова Гүл Балташқызы. Мен Life Study онлайн оқыту қызметінің мұғалімімін. Санатым жоғары, еңбек өтілім 27 жыл, соның ішінде 25 жыл мектепте қызмет еттім. Біздің сабақтарымыздың мақсаты ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындалу. Сондықтан сабағымызда біз ең алдымен теориялық материалды қарастырамыз, одан кейін практикалық бөлімге көшеміз, яғни есептер шығарамыз. Бүгінгі біздің сабағымыз прогрессиялар тақырыбына арналған. Сондықтан бүгінгі сабақта біз арифметикалық және геометриялық прогрессия тақырыбын талдаймыз. Прогрессия дегеніміз не? Прогрессия дегеніміз бұл тізбек. Яғни бұл тізбектің мүшелері алдыңғы мүшеден мүшеге байланысты болады. Сондықтан біз арифметикалық және геометриялық прогрессияны қарастырып, сол тізбектің мүшелері бір-бірімен қалай байланысқанын талдайық. Тақырыпты жазайық, дәптерлеріңді, қаламдарыңды дайындаңдар. Арифметикалық прогрессия. Геометриялық прогрессия. Тақырып түсінікті болу үшін белгілі бір сандар тізбегін алайық. Арифметикалық прогрессияға мынандай сандар тізбегін алайық. 3, 5, 7, 9, 11, 13, тағы сол сияқты. Ал геометриялық прогрессияға 3, 6, 12, 24, 48, тағы сол сияқты. Осындай сандар тізбегін алайық. Енді осы сандар тізбегіндегі заңдылықтарды қарастырайық. Мына жерде 5 дегеніміз ол 3-ке 2-ні қосқаннан шығады. 7 дегеніміз 5-ке 2-ні қосқаннан шығады. 9 дегеніміз 7-ге 2-ні қосқаннан шығады. Яғни әрбір келесі мүшесін табу үшін алдыңғы мүшеге 2 санын қосып отырмыз. Осы қосылып отырған сан D әрпімен белгіленеді. Бұны қадам деп атайды, арифметикалық прогрессияның қадамы, немесе арифметикалық прогрессияның айырымы деп аталады. Қадам немесе айырым. Бұл әрбір алдыңғы мүшеге қосылатын сан. Геометриялық прогрессияны қарастырайық. Мынандай сандар тізбегі берілген. Бұл жерде 6-ны табу үшін 3-ті 2-ге көбейтеміз. 12-ні табу үшін 6-ны 2-ге көбейтеміз. 24-ті табу үшін 12-ні 2-ге көбейтеміз. Яғни келесі мүшені табу үшін алдыңғы мүшені бір санға көбейтіп отырмыз. Біздің жағдайымызда бұл сан 2. Осы көбейтіліп отырған сан Q деп белгіленеді. Бұл Q дегеніміз геометриялық прогрессияның еселігі деп аталады. Міне арифметикалық прогрессия мен геометриялық прогрессияны салыстырыңдар. Мынау арифметикалық прогрессияда әрбір келесі мүше бір санды қосқаннан пайда болады, ал геометриялық прогрессияда әрбір келесі мүше алдыңғы мүшені бір санға көбейткеннен пайда болады. Енді арифметикалық прогрессияны математикада А әрпімен белгілеу қабылданған. Сондықтан арифметикалық прогрессияның мүшелерін А1 бұл бірінші мүше, А2 екінші мүше, А3, А4, тағы сол сияқты, АН-ші, тағы сол сияқты осындай әріптермен белгілейді. Геометриялық прогрессияны математикада Б әрпімен белгілену қабылданған. Сондықтан бірінші мүшесін B1, екінші мүшесін B2, B3, тағы сол сияқты N-ші мүшесін BN және тағы сол сияқты деп белгілейді. Сонда мынау бізде арифметикалық прогрессия, мынау геометриялық прогрессия.
Енді осының n-ші мүшесінің формуласын шығаруға тырысайық. Ол үшін әрбір келесі мүшесін тауып көрейік. А1 бізде белгілі дейік, 3. А2-ні табайық. А2-ні табу үшін біз А1-ге бір санды қосамыз. D-ні қосамыз. А3-ті табу үшін біз А2-ге қосуымыз керек D-ні. Алдындағы мүшеге бір санды қосуымыз керек. Енді А2 дегеніміз А1 қосу D, оны мұна формулаға қоятын болса, А1 қосу D тең А1 қосу 2D болады. Бұл А3-тің формуласы болды. А4 дегеніміз А3 қосылған D. Енді А3-тің орнына мұна формуланы қояйық. А1 қосу 2D қосу D. Сонда А4 дегеніміз А1 қосу 3D. Сонда қараңдар, екінші мүшесін тапқанда А1-ге D қосылды, D-ның алдындағы коэффициент 1-ге тең. Үшінші мүшесін тапқанда А1-ге 2D қосылды, яғни мынау сан 2-ге тең. Төртінші мүшесін тапқанда А1-ге 3D қосылды, 3/4-тен 1-ге тең. Ендеше, бесінші мүшесін тапсақ біз А5-ші тең А1 қосу 4D деп жазамыз. Яғни, мына жердегі индекс 5 болса, D-ның алдындағы коэффициент одан 1-ге кем болады. Ендеше, n-ші мүшесін тапсақ, ол А1 қосу, мұнадан 1-ді азайтамыз. N азайтылған 1 көбейту D болады. Бұл арифметикалық прогрессияның n-ші мүшесінің формуласы. Бірінші формула деп белгілеп қояды. Тура сол сияқты геометриялық прогрессияны қарастырайық. Геометриялық прогрессияда екінші мүшесін табу үшін бірінші мүшесін бір санға көбейтеміз, еселікке көбейтеміз. Үшінші мүшесін табу үшін екінші мүшесін осы еселікке көбейтуіміз керек. Ал екінші мүшенің орнына мына формуланы қоятын болса, B1 көбейтілген Q, тағы көбейту Q, сонда B1 көбейтілген Q-дің квадраты болады. Мына жерде 2 болғанда Q-дің дәрежесі 1 болып тұр. 3 болғанда Q-дің дәрежесі 2 болып тұр. B4 дегеніміз B3 көбейтілген Q. B3-тің орнына мынаны қоятын болса, B1 көбейтілген Q-дің 2 дәрежесі көбейтілген Q тең B1 көбейтілген Q-дің 3 дәрежесі. Яғни, төртінші мүшесін табу үшін Q-дің дәрежесі 3 болды. Тура сол сияқты, бесінші мүшесін табатын болса, бесінші мүшесі ол B1 көбейтілген Q-дің 4 дәрежесіне тең. Яғни, мына жердегі индекс 5 болатын болса, дәреже одан 1-ге кем. Ендеше, n-ші мүшесін табу үшін бірінші мүшені Q-дің n-1 дәрежесіне көбейтуіміз керек. Бұл формула геометриялық прогрессияның n-ші мүшесінің формуласы. Оны да 1 деп белгілейік. Геометриялық прогрессиядағы бірінші формула. Ағарай, енді бұл прогрессиялардың қасиеттерін қарастырайық. Әрбір мүшесінің қасиетін. Мысалы, мынау прогрессияда 3 пен 7-нің арасында 5 саны тұр. Осы 5 санын қалай табуға болады? 3 пен 7-нің көмегімен. Ол үшін біз 3-ке 7-ні қосамыз, 10 болады. 10-ды 2-ге бөлсек, 5 болады. Енді осы қасиет басқа мүшелеріне қолданыла ма, қолданылмай ма, соны тексеріп көрейік. Мысалы, 7-ні көрейік. 7 дегеніміз екі жағында 5 пен 9 тұр. Ендеше 5 пен 9-ды қосса, 14. 14-ті 2-ге бөлсек, 7. 9 дегеніміз 7 мен 11-ді қосса, 18. 18-ді 2-ге бөлсек, 9.
11 дегеніміз 9-ға 13-ті қоссақ 22, 22-ні 2-ге бөлсек 11 шығады. Ендеше осыдан арифметикалық прогрессияның мүшесінің қасиеті шығады. Ол дегеніміз, оның кез келген мүшесі n-1 дегеніміз алдыңғы мүшесіне одан кейін тұрған мүшесін қосып 2-ге бөлгенге тең болады. Яғни n дегеніміз ортадағы мүше. Мынау оның алдындағы мүше, мынау одан кейінгі мүше. Бұларды қосып 2-ге бөлсек, біз бұлардың ортасындағы мүшені таба аламыз. Бұл арифметикалық прогрессияның мүшесінің қасиеті. Арифметикалық прогрессиядағы екінші формула. Геометриялық прогрессияны қарастырайық. Мына жерде 6-ны табу үшін 3 пен 12 арқылы қалай істейміз? 6-ны табу үшін 3-ті 12-ге көбейтейік. 36 болады. Енді 36-дан 6-ны алу үшін біз 36-ны түбір астына алуымыз керек. Яғни 3-ті 12-ге көбейтсек 36, түбір астында 36-дан 6 шығады. Келесі 12 үшін тексеріп көрейік. 12 дегеніміз түбір астында, мына жағында алдында 6 тұр, одан кейін 24 тұр. 6 мен 24-ті көбейтсек, түбір астында 144. Ал түбір астында 144-тен 12 шығады. Сонда бұл бізде геометриялық прогрессияның қасиеті болып тұр. Ортадағы мүшесін табу үшін оның алдындағы мүшені одан кейін тұрған мүшеге көбейтіп, одан квадрат түбірді табуымыз керек. Яғни b n-шыны табу үшін b n-1-шіні, мынау алдында тұрған мүшені, одан кейін тұрған мүшеге көбейтіп, одан квадрат түбір табуымыз керек. Бұл геометриялық прогрессияның мүшесінің қасиеті. Екінші формула. Ары қарай, енді бізде арифметикалық прогрессияда мүшелер берілген. Мынаны ары қарай да жалғастыруға болады. Енді осы арифметикалық прогрессияның алғашқы 6 мүшесін тауып көрейік. Қосындысын 6 мүшесінің. Қосынды S әрпімен белгіленеді. 6 мүшесінің қосындысын табайық. Ол үшін біз мынау 6-ын қосамыз. 3 қосу 5, қосу 7, қосу 9, қосу 11, қосу 13. Мыналарды қоссақ 8, оған 7, 15, 15-ке 9, 24, мынау екеуі 24, 24-ке 24, 48 шығады. Біз 6 мүшесінің қосындысын оңай таптық. Бірақ егер бізге 6 мүшесі емес, 60 мүшесінің қосындысын табу керек болса, біз бұлай қосып жатпаймыз ғой. Сондықтан арифметикалық прогрессияның қосындысын табуға арнайы формула берілген. Ол мынандай формула. Sn дегеніміз алғашқы n мүшесінің қосындысын табу үшін бірінші мүшесіне соңғы мүшесін қосып 2-ге бөлеміз де сол мүшелер санына көбейтеміз. Бұл арифметикалық прогрессияның алғашқы n мүшесінің қосындысын табу формуласы. Оны жаңағы 6 мүшесі үшін тексеріп көрейік. Мына жерде 6 болса, n дегеніміз 6-ға тең. A бірінші 3-ке тең. 3-ке қосамыз A 6-шыны, ол 13-ке тең. 13-ке 3-ті қоссақ 16. 16-ны 2-ге бөлсек 8, 8-ді 6-ға көбейтсек 48. Жаңағы 48 саны шығып тұр. Енді бұл формулада AN-нің орнына мынау формуланы қойсақ. Сонда SN дегеніміз A1 қосу AN-нің орнына мына формуланы жазамыз. A1 қосу N-1 көбейтілген D. Бөлінген 2 көбейту N. Сонда A1-ге A1-ді қоссақ 2A1 болады. Қосу N-1 көбейтілген D. Бөлінген 2
көбейту n. Бұл бізде арифметикалық прогрессияның алғашқы n мүшесінің қосындысын табудың екінші формуласы. Мен мынау Sn дегенді мынаның алдына жазайын. Сонда бұл формула былай беріледі. Осы формулаларды қай жағдайда қолданады? Мынау формуланы қолданғанда біз егер бірінші мүшесі және n-ші мүшесі белгілі болса, осы формуланы қолданамыз. Ал егер n-ші мүшесін білмей, бірінші мүшесімен айырымын білетін болса, онда біз мынау екінші формуланы қолданамыз. Бұл бізде арифметикалық прогрессия тақырыбындағы төртінші формула. Сонда бізде арифметикалық прогрессия тақырыбында барлығы 4 формула ғана бар. Ары қарай геометриялық прогрессияның мүшелерінің қосындысын тауып көрейік. Оған арнайы 2 формула берілген. Ол мыналар. Алғашқы n мүшесінің қосындысын табу үшін b1-ді бір азайтылған q-дің n дәрежесі бөлінген бір азайту q-ға бөлеміз. Бұл формула геометриялық прогрессияның алғашқы n мүшесін табудың формуласы. Бұл тақырыптағы үшінші формула. Бұл формула егер q-дің модулі бірден кіші болған жағдайда қолданылады. Яғни q дегеніміз бұл 2-ден 1, 3-тен 1, 3-тен 2 деген бөлшек сан. Бірден кіші сан болса, онда осы формула қолданылады. Ал егер q бірден артық болатын болса, онда b1 көбейтілген q-дің n дәрежесі азайту 1 бөлінген q азайту 1 формуласы қолданылады. Бұл төртінші формула геометриялық прогрессия тақырыбында. Бұл жердегі q-дің модулі бірден артық, яғни ол 2, 3, 4, 5 тағы сол сияқты сандар, бірден артық сандар. Енді кейбір жағдайда есеп шығарған кезде есептің шартында шексіз геометриялық прогрессия деп аталып өтеді. Сонда шексіз геометриялық прогрессия үшін мынандай қосындыны табудың жеке формуласы бар. Ол мынандай формула. S тең B1 бөлінген 1 азайту Q. Егер есепте шексіз геометриялық прогрессия туралы айтылатын болса, оның қосындысы осы формуламен табылады. Мына жерде n деп берілмеген. Себебі біз оның неше мүшесі бар екенін білмейміз, ол шексіз геометриялық прогрессия. Сондықтан осы формуламен оның қосындысын табамыз. Мұнда b1-шіні білеміз және прогрессияның еселігін табамыз. Бұл геометриялық прогрессия тақырыбындағы 5-ші формула. Сонымен біз сендермен арифметикалық және геометриялық прогрессияның формулаларын өттік. Арифметикалық прогрессияда 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші 4 формула бар. Геометриялық прогрессияда 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші 5 формула. Барлығы 9 формула. Егер осы 9 формуланы жатқа білетін болсаңдар, онда арифметикалық және геометриялық прогрессия тақырыбына берілген кез келген есепті шығара аласыңдар. Сонымен есептер шығаруға көшейік. Сұрақтарың болса, қоя берулеріңе болады. Бірінші есеп. Бірінші мүшесі A1 және айырымы D-ні табу керек. Егер прогрессияда A2 қосу A5 азайту A3 тең 10 және A2 қосу A9 тең 17 болса. Есептің шартын жазып, талдайық. Есептің шарты бойынша A
A2 қосу A5 азайту A3 тең 10-ға. A2 қосу A9 тең 17-ге. Осы арифметикалық прогрессия, өйткені A әрпімен беріліп тұр. Осы арифметикалық прогрессияның бірінші мүшесімен айырымын табу керек. Қалай табамыз? Ол үшін біз арифметикалық прогрессияның n-ші мүшесінің формуласын жазайық. A(n)ші дегеніміз A1 қосу n-1 көбейтілгенді. Ендеше, мына жердегі A2, A5, A3, A9 үшін осы формуланы қолданып, оларды өрнектейік. A2 дегеніміз A1 қосу D. A5 дегеніміз A1 қосу 4D. A3 дегеніміз A1 қосу 2D. A9 дегеніміз A1 қосу 8D. Енді осы мәндерді мынау жүйеге әрбіреуінің орнына қойып шығайық. A2-нің орнына A1 қосу D-ні жазамыз, қосу. A5-тің орнына A1 қосу 4D-ні жазамыз, азайту. A3-тің орнына біз A1 қосу 2D-ні жазуымыз керек. Бірақ мына жерде минус таңбасы тұрғандықтан, мыналардың таңбасы өзгереді. Яғни минус A1 минус 2D болады. Тең 10-ға. Екінші теңдеуге A2-нің орнына A1 қосу D, қосу A1 қосу 8D тең 17-ге. Бірінші теңдеудегі ұқсас мүшелерді біріктірейік. Плюс A1 мен минус A1 жойылып кетеді. Сонда бірінші теңдеуде A1 қалады. D-ларды D қосу 4D, 5D азайту 2D, 3D тең 10-ға. Екінші теңдеуде A1 қосу A1 2A1 болады, қосу D қосу 8D 9D тең 17-ге. Мынау жүйеде бірінші теңдеуден A1-ді тауып алайық. A1 дегеніміз 10 азайту 3D. Осыны екінші теңдеуге қойайық. 2 көбейтілген A1-дің орнына мына өрнекті жазамыз. 10 азайту 3D қосу 9D тең 17-ге. Осыдан жашан ашса, 2-ні 10-ға көбейтсек, 20 азайту 6D қосу 9D тең 17-ге. Минус 6D плюс 9D таңбалары әртүрлі, сондықтан үлкеннің таңбасын қойып, үлкеннен кішісін азайтамыз. 3D тең 20, мына жаққа минус таңбасымен көшеді, 17 азайту 20, минус 3 болады. Сондықтан D тең минус 1-ге. Прогрессияның айырымын таптық. Енді A1-шіні табу керек. Ол үшін, міне A1-ді өрнектеген өрнекке D-нің орнына минус 1-ді қоямыз. Минус 1-ді қойып, A1-ді тауып көріңіздер. A1 дегеніміз 10 азайту 3 көбейтілген минус 1. Нешеге тең? Жауаптарымды бере берулеріне болады. Минус 3-ті минус 1-ге көбейтсек плюс 3 болады, сондықтан 10 плюс 3, 13 болады. Яғни жауабы A1 тең 13-ге, D тең минус 1-ге. Жауап беріліпті, 13 дұрыс. Келесі есеп.
Екінші есеп. Егер арифметикалық прогрессияның 3-ші және 7-ші мүшелері сәйкесінше 1,1-ге және 2,3-ге тең болса, оның 16-шы мүшесі неге тең? Есептің шартын жазып талдайық. А үшінші тең 1,1. А жетінші тең 2,3. Бізге А 16-шыны табу керек. Жаңағы алдындағы есептегі сияқты А3 пен А7-нің орнына формула бойынша мәндерін қоямыз. Ол дегеніміз А1 қосу 2-ді, бұл А3, тең 1,1-ге. А7 дегеніміз А1 қосу 6-ді, тең 2,3. Енді мына жерде қараңдар, екі өрнекте де А1 бар, ал мұнда 6-ды, мұнда 2-ді. Сондықтан үлкенінен кішісін азайтуға болады. Яғни екінші теңдеуден бірінші теңдеуді азайтамыз. А1 азайту А1 0 болады, жазбаймыз. 6-дан 2-ді азайтсақ 4-ді тең 2,3-тен 1,1-ді азайтсақ 1,2. Осыдан D дегеніміз 1,2-ні 4-ге бөлсек 0,3 болады. Енді мынау теңдеулердің кез келгеніне D-нің орнына 0,3-ті қойып, A1-ді табамыз. Біріншіге қояйық. A1 қосу 2 көбейтілген 0,3 тең 1,1. Осыдан A1 нешеге тең? Соны табыңдар. Және бізді есептің шарты бойынша A16-шыны табу керек. Формула бойынша ол A1 қосылған 15-ға тең. A1-ді тапсаңдар, оның мәнін және D-нің мәнін мына жерге қойып, A16-шыны тауып көріңдер. A1-дің мәні нешеге тең болды? 2-ні 0,3-ге көбейтсек 0,6, 1,1-ден 0,6-ны азайтсақ 0,5 болады. Енді A1 мен D-нің мәнін формулаға қоямыз. A16-ны табамыз. Дұрыс, 0,5 деген жауап беріліпті. Енді A16-ның мәнін табыңдар. A1-дің орнына 0,5 қоямыз. Қосу 15 көбейтілген 0,3. A16-шы нешеге тең? Есептейміз жылдамырақ. 15-ті 0,3-ге көбейтсек 4,5 болады. Оған 0,5-ті қоссақ, жауабы 5 болады. 5 деген жауап дұрыс. Өйткені 15-ті 0,3-ге көбейтсек 4,5, 4,5-ге 0,5-ті қосқанда 5 шығады. Яғни біз 16-шы мүшесін таптық. Сұрақтарың болса, сұрақ қойып отырыңдар. Келесі есеп. Үшінші есеп. Арифметикалық прогрессияның 3-ші мүшесі 9-ға тең. 7-ші мүшесі мен 2-ші мүшесінің айырмасы 20-ға тең. Бұл прогрессияның қосындысы 91 болу үшін оның неше мүшесін қосу керек? Яғни прогрессияны табамыз, онда олардың мүшелерінің қосындысы 91 болу үшін қанша мүшесін қосу керек? N-ді табуымыз керек.
берілгенін жазайық та есепті талдайық. Үшінші мүшесі 9-ға тең, ал жетінші мүшесі мен екінші мүшесінің айырмасы 20-ға тең. Бірнеше мүшесінің қосындысы SN дейміз, 91-ге тең. Сонда неше мүшесін қосқанда 91 болады екен? Сол N-ді бізге табуымыз керек. Бұл есепті де алдыңғы есептердегі сияқты мыналардың орнына формула бойынша мәндерін қоюмен бастаймыз. A3-ті біз A1 қосу 2D деп жазамыз. Тең 9-ға. A7-нің орнына A1 қосу 6D-ні қоямыз. Азайту. A2 дегеніміз A1 қосу D. Мына жерде минустан басып тұрғандықтан минус A1 минус D болады. Тең 20-ға. Екінші теңдеуде A1 мен A1 жойылып кетеді. Плюс A1 минус A1 жойылып кетеді. 6D азайту D 5D. Тең 20-ға. Осыдан D дегеніміз 20-ны 5-ке бөлсек 4 шығады. D тең 4-ке. Енді D-нің мәнін бірінші теңдеуге қойып, A1-ді табайық. Есептеңдер. A1-ді табу үшін 9-дан 2D-ні азайтамыз. Яғни 9-дан азайтамыз 2 көбейтілген 4. Неше болады? 1. Дұрыс. Жауабы 1-ге тең. Ендеше A1 бізде 1-ге тең, D 4-ке тең. Біз N мүшесінің қосындысы 91-ге тең болатын прогрессиядағы мүшелердің санын табуымыз керек. Ол үшін біз қосындының формуласын қолданамыз. Егер A1 мен D белгілі болса, біз қосындының екінші формуласын қолданамыз. Ол бұлай. 2A1 қосу N азайтылған 1 көбейту D бөлінген 2-ге көбейтілген N-ға. Бұл жерде бізде A1 бар, D бар, SN-ші бар, N-ді табуымыз керек. Яғни орнына мәндерін қойып, есептеп көрейік. 2 көбейтілген 1, A1 дегеніміз қосу N азайту 1 көбейтілген 4, бөлінген 2 көбейту N тең 91-ге. Осыдан бөлшектің алымын табу үшін 91-ді 2-ге көбейтеміз. Яғни 2-ні 1-ге көбейтсек, 2 қосу, жақшан ашайық, 4-ті мынаған көбейтсек, 4 көбейту N, 4N азайту 4 болады. Және 10-ны көбейтеміз N-ға, мына жердегі N-ға, ал 2 91-ге көбейтілсе, 182 шығады. Осыдан жақшаның ішінде 2 мен минус 4-ті біріктірсек, минус 2 болады, оны N-ға көбейтсек, минус 2N. Қосу 4N-ді N-ға көбейтсек, 4N квадрат. Тең 182. Осындағы өрнектердің бәрін теңдеудің сол жағына жинасақ, біз квадрат теңдеу аламыз. 4N квадрат азайтылған 2N азайту 182 тең 0-ге. Теңдеудің екі жағында 2-ге бөліп жіберуге болады. Сонда 2N квадрат азайту N азайту 91 тең 0-ге. Бұл теңдеуді шешу үшін біз дискриминантты табамыз. Қане дискриминантты жылдам есептей қойыңдар. Дискриминант бізде b-ның квадраты азайту 4ac формуласымен есептеледі. Орнына мәндерін қойсақ, жауаптар беріліп жатыр, бірақ жауап дұрыс емес.
b дегеніміз минус 1-ге тең. Минус 1-дің квадраты, азайту 4 көбейтілген 2 көбейтілген минус 91. Сонда минус 1-дің квадраты 1-ге тең, 2 минус плюсті береді, 4-ті 2-ге 8, 8-ді 91-ге көбейтсек, 728 болады. Сонда 729 дискриминант. 729 дегеніміз нешенің квадраты? Так, 900 деген 30-дің квадраты, 20-ның квадраты 400. Ендеше, бұл 20 мен 30-дің арасындағы сан. 27 дұрыс. Берілген жауаптардың ішінде 27 дұрыс екен. Яғни 729 ол 27-ның квадраты. Осыдан n-ді табайық. N дегеніміз минус b плюс минус түбір астында b бөлінген 2a тең. Минус 1, оны тағы минуспен жазсақ, 1 плюс минус 27 бөлінген 4. Жауаптары қандай? Бірінші жауабы. Так, 6,328 дұрыс емес. 27-ге 1-ді қоссақ 28, 28-ді 4-ке бөлсек, бірінші жауабы 7 болады. Екінші жауабы, 1-ден 27-ні азайтсақ, минус 26 бөлу 4. Қысқартамыз 2-ге, сонда минус 13 бөлінген 2. Ол дегеніміз минус 6,5. Сонда, n біріншінің мәні 7-ге тең, екіншінің мәні минус 6,5-ге тең. Берілген жауаптар дұрыс емес. Енді қарай, мынау мүшелердің саны бізде теріс сан болуы мүмкін емес. Өйткені біз бірінші мүшесі, екінші мүшесі, үшінші мүшесі деп айтамыз. Ол тек қана 10 сан болуы мүмкін. Сондықтан мынау жауаптардың ішінен 7-ні таңдаймыз. Яғни бұл есептің жауабы n тең 7-ге. Қазір оқушылар 10 минуттық үзіліс жариялаймыз, одан кейін сабағымызды жалғастырамыз. Так, сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. Жаңа маған сұрақтар қойылып жатыр. Бұл сұрақтың ішінде бір есеп берілген екен. Бұл есепті қазір тақырып бойынша есептерді талдап болғаннан кейін сабақтың соңында шығаруға тырысамыз. Ары қарай, 4-ші есепті қарастырайық. Геометриялық прогрессияның 1-ші және 4-ші мүшелерінің қосындысы 40-ға тең, ал 2-ші және 5-ші мүшелерінің қосындысы 10-ға тең. Прогрессияның еселігін табу керек. Есептің берілгенін жазып, талдайық. 1-ші және 4-ші мүшелерінің қосындысы. B1 қосылған B4 тең 40-ға. 2-ші және 5-ші мүшелерінің қосындысы 10-ға тең. B2 қосу B5 тең 10-ға. Бізге прогрессияның еселігін табу керек. Бұл жерде арифметикалық прогрессиядағы сияқты геометриялық прогрессияда мынау n-ші мүшесінің формуласын есімізге түсіріп, соны орнына қоямыз. n-ші мүшесі дегеніміз b1 көбейтілген q-дің n-1 дәрежесіне тең. Ендеше 4-ші мүшесі бізде b1 көбейтілген q-дің 3 дәрежесіне тең, b2 b1 көбейтілген q-ға тең, ал b5 b1 көбейтілген q-дің 4 дәрежесіне тең. Ендеше осыларды жүйеге мүшелердің орнына қояды. b1 қосылған b1 көбейтілген q-дің 3 дәрежесі тең 40-ға. Екінші теңдеуде b1q
қосылған b1 q-дің 4 дәрежесі тең 10-ға. Бірінші теңдеуде екеуінде де екі мүшеде де b1 бар. Сондықтан b1-ді жақшаның сыртына шығарсақ, жақшаның ішінде 1 қосу q-дің 3 дәрежесі болады. Тең 40-ға. Екінші теңдеуде екеуінде де b1 және q бар. Сондықтан b1 мен q-ды жақшаның сыртына шығарсақ, 1 қосылған q-дің 3 дәрежесі болады. Тең 10-ға. Енді мына жердегі бірінші теңдеуді қарайық. b1 көбейтілген 1 қосу q-дің 3 дәрежесі деген өрнек 40-ты береді. Ал екінші дәрежеде осы өрнек бар. Міне b1 көбейтілген 1 қосу q-дің 3 дәрежесі. Ендеше осының орнына 40-ты қойсақ, 40 көбейтілген q тең 10-ға. Осыдан q-ды табу үшін 10-ды 40-қа бөлеміз. Қысқартсақ 4-тен 1 шығады. Немесе 10-дық бөлшек түрінде жазсақ, q тең 0,125. Келесі есепті талдайық. Бесінші есеп. Өспелі геометриялық прогрессияның екінші және төртінші мүшелерінің қосындысы 30-ға тең. Ал олардың көбейтіндісі 144-ке тең. Осы прогрессияның алғашқы 9 мүшесінің қосындысын табу керек. Бұл жерде мынаған назар аудару керек. Егер прогрессия өспелі болатын болса, геометриялық прогрессияда оның еселігі бірден артық сан болу керек. Еселігінің модулі бірден артық сан болу керек. Сондықтан біз бұл жерде еселікті тапқаннан кейін оның модуліне назар аударуымыз керек. Есептің шартын жазып талдайық. b2 қосылған b4 тең 30-ға. Ал b2 көбейтілген b4 тең 144-ке. Бұл өспелі геометриялық прогрессияның алғашқы 9 мүшесінің қосындысын табуымыз керек. S9-ды табуымыз керек. Жаңағы алдындағы есеп сияқты b2, b4-тің орнына өзінің мәндерін қояды. b2-нің орнына b1 көбейтілген q-ды қоямыз. b4-тің орнына b1 көбейтілген q-дің 3 дәрежесі қоямыз. Тең 30-ға. Екіншіде b1 көбейтілген q көбейту b1 көбейтілген q-дің 4 дәрежесі тең 144-ке. Бірінші теңдеуде b1 q-ды жақшаның сыртына шығарамыз. Жақшаның ішінде 1 қосылған q-дің квадраты қалады. Тең 30-ға. Екінші теңдеуде біз көбейтуіміз керек. b1-ді b1-ге көбейтсек, b1-дің квадраты болады. Q-ды q-дің 4 дәрежесіне көбейтсек. Мына жерде 4 дәреже емес, 3 дәреже. Q-дің 3 дәрежесіне көбейтсек, Q-дің 4 дәрежесі болады. Тең 144-ке. Енді екінші теңдеуді қарастырып көрейік. Мына жерде b1-дің квадраты берілген және q-дің 4 дәрежесі берілген. Оны басқаша біз b1 көбейтілген q-дің 2 дәрежесінің квадраты деп жазаламыз. Себебі оны квадраттасақ, әрқайсысын жеке-жеке квадраттаймыз. Яғни b1-дің квадраты шығады және q-дің 4 дәрежесі шығады. Және 144 дегеніміз 12-дің квадраты. Сондықтан оны 12-ның квадраты деп жазамыз. Енді екі жақта да санның квадраты болып тұрғандықтан квадратты алып тастасақ, b1 көбейтілген q-дің квадраты тең 12 шығады. Осыдан b1-ді табатын болсақ, ол 12 бөлінген q квадратқа тең. Осы өрнекті бірінші теңдеуге қоямыз b1-дің орнына. Яғни
b1-дің орнына 12 бөлінген q-дің квадраты көбейту q көбейту 1 қосу q-дің квадраты тең 30-ға. Осыдан q мен мынаның бір дәрежесі қысқарады, бір дәрежесі қалады. Яғни алымын табу үшін 30-ды бөліміне көбейтеміз. Ендеше 12 көбейтілген 1 қосу q-дің квадраты тең 30 q-ға. Жақшан ашайық. 12 қосу 12 q-дің квадраты тең 30 q. Мына жердегі өрнекте мүшелердің бәрін сол жаққа көшіретін болсақ, квадрат теңдеу шығады. 12 q-дің квадраты минус 30 q плюс 12 тең 0-ге. Осыдан бәрін 6-ға бөліп жіберуге болады. Теңдеудің екі жағында 6-ға бөлеміз. Сонда бізде 2 q квадрат азайту 5q қосу 2 тең 0-ге деген квадрат теңдеу шықты. Дискриминантты табыңдар. Дискриминант нешеге тең екен? Дискриминантты есептейміз. Так, дискриминант 3-ке тең дейді. Дискриминант 9-ға тең, яғни 3-дің квадраты. Өйткені 5-дің квадраты 25, азайтамыз. 4-ті 2-ке көбейтсек 8, 8-ді 2-ке көбейтсек 16. 25-тен 16-ны азайтсақ 9. Яғни дискриминант 9-ға тең, ол 3-дің квадраты. 3 дегендерім дұрыс, бірақ ол түбірасындағы 9-ға тең. Енді осыдан q-ды табамыз. q бірінші, екінші нешеге тең? 5 плюс минус 3 бөлінген 4. q-дің мәндері. Бірінші жауабы 2. Екінші жауабы 0,5. Дұрыс. Енді біз жаңа есепті шығарардың алдында айтып өткендей, бізде өспелі прогрессия болғандықтан, бізде q-дің мәні бірден үлкен болу керек. Яғни біз тек қана мынау жауабын аламыз. Сонда біздің есебімізде q тең 2-ге. Енді есептің шарты бойынша біз 9 алғашқы 9 мүшесінің қосындысын табуымыз керек. Ол үшін біз геометриялық прогрессияның алғашқы n мүшесінің қосындысының формуласын жазайық. Ол дегеніміз S9 тең B1 көбейтілген. Бізде Q бірден үлкен болғандықтан, Q-дің n дәрежесі азайту 1 бөлінген Q азайту 1. Орнына мәндерін қоямыз. B1 дегеніміз, мына жерде біз B1-ді таппай кеттік, я? B1 дегеніміз нешеге тең? 12, q дегеніміз 2-ге тең. 2-ның квадраты 4, дұрыс. Берілген жауаптарда b1 тең 3-ке депсіңдер. Дұрыс жауап. Сондықтан b1-дің орнына 3-ті қоямыз. Көбейту. q дегеніміз 2, 2-ның 9 дәрежесі азайту 1. Бөлінген 2 азайту 1. Есептейік, 9 мүшесінің қосындысы нешеге тең екен? 2-ның 9 дәрежесін есептейміз. Ол үшін 2-ні өзіне 9 рет көбейтеміз. Жауап бар ма? 2-ның 9 дәрежесі дегеніміз 2-ні өзіне 9 рет көбейту. 4-ті 4-ке 16, 16-ны 16-ға 256, 256-ны 2-ге көбейтсек 512 болады.
512, яғни одан бірді азайтсақ 511. Дұрыс. 511-ді 3-ке көбейтсек 1533 болады. Бөлімінде 1, сондықтан жазбаймыз 1533. Берген жауаптарың дұрыс. Яғни бізде бұл геометриялық прогрессияның алғашқы 9 мүшесінің қосындысы 1533-ке тең екен. Жақсы. Сұрақтарың болса, жазып отыруларыңа болады. Келесі есепке көшейік. Алтыншы есеп. Өспелі геометриялық прогрессияның 4-ші мүшесі 2-ші мүшесінен 24-ке артық. Ал 2-ші және 3-ші мүшелерінің көбейтіндісі 6-ға тең. Мына жерде қате жазылған 2-ші және 3-ші мүшелерінің қосындысы болу керек. 6-ға тең. Осы прогрессияның алғашқы n мүшесінің көбейтіндісін табу керек. Есептің шарты сөзбен берілгенде дұрыс берілген, ал бірақ неде формуламен берілгенде, сөзбен берілгенде қате, формуламен берілгенде дұрыс берілген. Бірінші, B4 азайтылған B2 тең 24-ке. Неге бұндай теңдеу құрылды? Себебі мұнда 4-ші мүшесі 2-ші мүшесінен 24-ке артық деп тұр. Яғни үлкенінен кішісін азайтсақ 24 шығады деген сөз. Және 2-ші мүшесі мен 3-ші мүшелерінің қосындысы 6-ға тең. B2 қосу B3 тең 6-ға. Бізге алғашқы 4 мүшесінің көбейтіндісін табу керек. S4-ді табу керек. Есептің шарты конспектіде дұрыс берілмеген. Осыны табайық. B4, B2, B3-тің орнына мәндерін қоямыз дағы. B1 көбейтілген Q-дің 3 дәрежесі азайту B1 көбейтілген Q тең 24-ке. Мұна жерде B1 көбейтілген Q қосу B1 көбейтілген Q-дің квадраты тең 6-ға. Бірінші теңдеуде B1 Q-ды жақшаның сыртына шығарамыз. Сондай жақшаның ішінде Q-дің квадраты азайту 1 болады. Тең 24-ке. Екінші теңдеуде B1 Q-ды жақшаның сыртына шығарсақ, жақшаның ішінде 1 қосылған Q болады. Тең 6-ға. Енді бірінші теңдеудегі Q квадрат азайту 1-ді қысқаша көбейту формуласы бойынша A минус B-ның A қосу B-ға көбейтіндісі A квадрат азайтылған B квадратқа тең. Яғни бізде мынау түрде берілген өрнекті біз мынау түрде жазуымыз керек. Q квадрат азайту 1-дің орнына біз B1 көбейтілген Q, оның орнына Q азайтылған 1 көбейту Q қосылған 1 дейміз. Тең 24-ке. Екінші өрнек солай жазылған. B1 көбейтілген Q, 1 қосылған Q, тең 6-ға. Енді екінші мысалға назар аударайық. Мына жерде B1-дің Q-ға және 1 қосу Q-ға көбейтіндісі 6-ны береді. Тура осындай өрнек бірінші теңдеуде де бар. B1 көбейту Q көбейтілген 1 плюс Q. Қосылғыштардың орнын ауыстырғаннан қосынды өзгермейді. Яғни осы үшеуінің орнына 6-ны жазамыз. Сонда 6 көбейтілген Q азайту 1 тең 24 шығады. Осыдан Q азайту 1 тең 4-ке, Q нешеге тең? 5-ке. Дұрыс. Ары қарай, бізде алғашқы 4 мүшесінің қосындысын табу керек. Q-ды таптық, біз B1-ді тауып алуымыз керек. B1-ді мынау екінші теңдеуге Q-дің орнына өзінің мәнін қойып B1-ді табайық. B1 көбейтілген 5
көбейтілген 1 қосылған 5 тең 6-ға. Осыдан b1 нешеге тең? Отыз дұрыс емес. 31 дұрыс емес. Бірге 5-ті қоссақ 6, 6-ны 5-ке көбейтсек 30. Сонда b1 көбейтілген 30 6-ға тең. b1-ді табу үшін 6-ны 30-ға бөлеміз, 30-ды 6-ға емес. Дұрыс емес. 6-ны 30-ға бөлеміз, бөлшекті қысқартсақ 5-тен 1 шығады. Так, бізде алғашқы 4 мүшесінің қосындысын емес, көбейтіндісін табу керек қой, есептің шарты бойынша. Алғашқы 4 мүшесінің көбейтіндісін. Біз мына жерде табу керекті дұрыс жазған жоқпыз. Қосындысын тап деп тұрған жоқ, ол жерде көбейтіндісін тап деп тұр. Ендеше көбейтіндісі дегеніміз ол b1 көбейтілген b2 көбейтілген b3 көбейтілген b4-ті табуымыз керек. Бізде b1 бар, q бар. Ендеше b2, b3, b4-ті табуымыз керек. Табыңдар. b2 нешеге тең, b3 нешеге тең, және b4 нешеге тең. Бұлар белгілі болса, бұлардың көбейтіндісін де таба аламыз. b2 нешеге тең? b2-ні табу үшін b1-ді көбейтеміз q-ға. 1-ге тең, дұрыс. b2 1-ге тең. b3-ті табу үшін b2-ні q-ға көбейтеміз. b3 b2 дегеніміз 1-ге тең, q бізде 5-ге тең. Сонда 1-ді 5-ке көбейтсек 5 болады. b3 дегеніміз 5 болады. b4 дегеніміз b3-ті q-ға көбейткенге тең. Яғни b4 нешеге тең? 25-ге тең. Дұрыс. Ендеше осыларды мына жерге қоятын болса, b1 бізде 5-тен 1, көбейтілген 1, көбейтілген 5, көбейтілген 25, өрнегінің мәні нешеге тең? 25-ге тең, дұрыс. Ендеше берілген өспелі арифметикалық прогрессиядағы алғашқы 4 мүшесінің көбейтіндісі 25-ге тең. Себебі 5 пен 5 қысқарады, 1-ді 25-ге көбейтсек 25 шығады екен. Дұрыс. Келесі есеп. Қосындысы 3069 болу үшін геометриялық прогрессияның неше мүшесін қосу керек? Бұл прогрессияда бірінші мүшесі мен бесінші мүшесінің қосындысы 51-ге тең, ал екінші мүшесі мен алтыншы мүшесінің қосындысы 102-ге тең. Есепті талдайық. Есептің шартын жазайық. b1 қосылған b5 тең 51. b2 қосылған b6 тең 102. Қосындысы 3069. Бізге n-ді табуымыз керек. Неше мүшесін қоссақ 3069 шығатынын табуымыз керек. Осы есепті шығарайық. Жаңағы есептердегі сияқты мыналардың орнына мәні қоямыз. b1 қосу b1 көбейтілген q-дің 4 дәрежесі тең 51-ге. Мына жерде b1 q қосылған b1 q-дің 5 дәрежесі тең 102-ге.
Бірінші теңдеуде жақшаның сыртына b1-ді шығарамыз. Жақшаның ішінде 1 қосылған q-дің 4 дәрежесі тең 51 болады. Екінші теңдеуде b1 q-ды шығарамыз. Сонда 1 қосылған q-дің 4 дәрежесі тең 102 болады. Бірінші өрнекте b1 көбейтілген 1 қосу q-дің 4 дәрежесі 51-ге тең. Ондай өрнек екінші мысалда да бар. Ендеше b1 көбейтілген 1 қосу q-дің 4 дәрежесінің орнына 51-ді жазсақ, 51 көбейтілген q тең 102 болады. Осыдан q тең 2-ге келіп шығады. Дұрыс. Ары қарай. Енді бізге b1-ді тауып алуымыз керек. b1-ді табу үшін кез келген мынаған немесе мынаған q-дің орнына мәнін қоямыз. Бірінші теңдеуге орнына мәнін қояды. b1 1 қосылған 2-ның 4 дәрежесі тең 51-ге. Осыдан b1 нешеге тең? Есептейік. b1 тең 3-ке. 2-ның 4 дәрежесі 16, 16-ға 1-ді қоссақ 17, 51-ді 17-ге бөлсек 3 болады, дұрыс. Берген жауаптардың дұрыс, b1 тең 3-ке. Енді алғашқы n мүшесінің қосындысының формуласын жазайық. Бұл бізде геометриялық прогрессия. Сонда s n-ші тең b1 көбейтілген q бізде 1-ден артық. Ендеше q-дің n дәрежесі азайту 1 бөлінген q азайту 1 формуласын қолданамыз. Бұл формулада b1 бізде бар, q бар, n-ді табу керек. s, n бар. b1-дің орнына 3-ті жазайық. Көбейтілген 2-ның n дәрежесі азайту 1 бөлінген 2 азайту 1 тең 3069. Осыдан 2-ден 1-ді азайтсақ 1 болады. 3 көбейтілген 2-ның n дәрежесі азайту 1 тең 3069. Теңдеудің екі жағында 3-ке бөліп жіберейік. Сонда 2-ның n дәрежесі азайту 1 тең 1023 шығады. Осыдан 2-ның n дәрежесі дегеніміз 1024 болады. 1024 дегеніміз ол 2-ның неше дәрежесі? 1024 2-ның неше дәрежесі? Соны табайық. 10 дәрежесі дұрыс. 1024 дегеніміз 2-ның 10 дәрежесі. Ендеше осы жерден n тең 10 екендігі шығады. Яғни берілген прогрессиядағы 10 мүшенің қосындысы 3069-ға тең екен. Жақсы. Қазір біз сендермен жаңағы сұрақтарда берілген есепті қарастырып көрейік. Содан кейін тағы да есептерді шығаруды жалғастырамыз. Так. Мынандай сұрақ берілген екен. Егер өспелі геометриялық прогрессияны құрайтын 3 санның ортаңғысын 2 есе көбейтсе, онда арифметикалық прогрессия шығады. Геометриялық прогрессияның еселігін табыңыз. Өспелі прогрессия еселікті табу керек. Қарастырайық. Бұл сендердің қойған есептерің. Берген есептерің соның жауабы керек депті. Өспелі геометриялық прогрессия берілген, оның мүшелерін B1, B2, B3 деп белгілейміз. 3 мүшесі. Егер оның екіншісін 2 есе көбейтсе, арифметикалық прогрессия шығады. Яғни A1, A2, A3. Сонда бізде A2 дегеніміз ол B1
2 көбейтілген 2-ге тең. Мынаның ортаңғы мүшесін 2-ге көбейтсек, арифметикалық прогрессияның екінші мүшесі шығады. Сонда арифметикалық прогрессия шығады деген сөз. Бізге Q-ды табу керек. Бұл есепті шығару үшін біз арифметикалық прогрессияның қасиетін қолданамыз. Яғни бұл жерде A1 дегеніміз ол B1-ге тең ғой. Олар өзгерген жоқ. A3 B3-ге тең. Ендеше A2-ні табу үшін біз жаңағы мүшесінің қасиеті бойынша A1-ге A3-ті қосып 2-ге бөлуіміз керек. Енді орнына мәндерін қояйық. A2 дегеніміз 2 көбейтілген B2. A1 дегеніміз B1, A3 дегеніміз B3-ге тең. Бөлінген 2. Енді бұлардың орнына формула бойынша мәнін қояйық. 2 көбейтілген B1 көбейту Q тең B1 қосылған B1 көбейтілген Q-дің квадраты бөлінген 2. Осыдан мынау 2-ні мынаған көбейтіп жіберсек 4 B1 Q болады. Тең, мына жерде B1-ді жақшаның сыртына шығарсақ, 1 қосылған Q-дің квадраты. Бұл жерде 2 жақта да B1 бар, сондықтан оны қысқартып жібереміз. Сонда бізде бәрін бір жаққа жинасақ, квадрат теңдеу шығады. Q-дің квадраты азайту 4Q қосу 1 тең 0-ге. Q квадрат 4Q мына жаққа ауысса минус 4Q болады, тең 0-ге. Осыдан дискриминантты табайық. 4-тің квадраты 16, минус 4, 12-ге тең. Яғни ол 2 көбейтілген түбір астында 3-тің квадраты. Ендеше Q-ды табайық. Q бірінші, екінші. Минус 4 минус B болса 4 болады. Плюс минус 2 түбір астында 3 бөлінген 2-ге. Әрқайсын жеке-жеке бөліп жіберсек 2-ге, онда бізде Q1 дегеніміз 4-ті 2-ге бөлсек 2 қосу түбір астында 3 болады. Ал Q2 дегеніміз 2 азайту түбір астында 3 болады. Түбір астында 3-тің мәні жуықтап алғанда 1,7-ге тең. Ендеше мына жерде жуықтап алса 3,7 болады. Мына жерде жуықтап алса 0,3 болады. Өспелі геометриялық прогрессияның еселігі бірден артық болу керек. Яғни мынау. Ендеше біз жауабын мынау түрде жазамыз. Q тең 2 қосу түбір астында 3 болады. Жауабы осы. Келесі есепті талқылайық. Мынадай прогрессия берілген. Бұл енді келесі қарастыратын есептеріміз сендердің конспектларында жоқ. Бірақ жаңағы тақырыпты дұрыстап бекіту үшін мен қосымша есептер дайындап келдім. Мынандай прогрессия берілген. 2-ден 1, 4-ден 1, 8-ден 1, 16-дан 1. Тағы сол сияқты жалғаса береді. Бұл шексіз геометриялық прогрессия. Осы шексіз геометриялық прогрессияның қосындысын табуымыз керек. Жаңа теориялық материалды өткен кезде ең соңында шексіз геометриялық прогрессияның қосындысының формуласын жазған болатынбыз. Ол бізде S тең B1 бөлінген 1 азайтылған Q-ға тең. Енді мына жерде бізде B1 2-ден 1-ге тең.
q нешеге тең? Келесі мүшесі 4-тен 1 болса, 2-ден 1-ді нешеге көбейтсек 4-тен 1 болады? Оны табу үшін біз b2-ні b1-ге бөлуімізге болады. 0,5 дұрыс. 0,5-ке тең. Q тең 0,5 немесе ол да 2-ден 1-ге тең. Енді осыны мына жерге орнына мәндерін қояйық. b1 дегеніміз 2-ден 1 бөлінген 1 азайту 2-ден 1. Сонда қосындының мәні нешеге тең? 1-ден 2-ден 1-ді азайтсақ 2-ден 1. Дұрыс. 2-ден 1-ді 2-ден 1-ге бөлсек 1 шығады. Бұл шексіз геометриялық прогрессияның қосындысының формуласы. Дұрыс жазылды. Шексіз геометриялық прогрессияға есеп берілсе, осы формуланы ғана қолданасыңдар. S-ді қолданбайсыңдар. Ал бірақ басқа мүшелері үшін формулалар солай қала береді. Келесі есепті талдайық. Арифметикалық прогрессияның 3-ші және 8-ші мүшелерінің қосындысы 40-қа тең. Ал 2-ші және 10-ші мүшелерінің қосындысы 44-ке тең. Бірінші мүшесімен еселігін табу керек. Екінші мен 10-шы мүшесінің қосындысы 44-ке тең. Прогрессияның бірінші мүшесін және еселігін табу керек. Ал бірге шығарайық. Сендер шығарып A1 мен Q-ды таба беріңдер. Мына жерде маған сұрақ берілген екен. Мен осы сұраққа жауапты қатыстырайын. Дұрыс айтасыңдар, мына жерде Q емес, арифметикалық прогрессияның айырымы D. Кешірім өтінемін. Шығардыңдар ма есепті? Шығарылу жолын қарастыра берейік. A1 қосылған 2-ді қосу A1 қосылған 7-ді тең 40-қа. Екіншіде A1 қосылған D қосылған A1 қосылған 9-ді тең 44-ке. Бірінші теңдеуде 2A1 қосылған 9-ді тең 40-қа. Екінші теңдеуде 2A1 қосылған 10-ді тең 44-ке. Екеуінде де 2A1 бар. Сондықтан біз бірінші теңдеуден екінші теңдеуді азайтсақ, D тең 4-ке. Дұрыс. 10-нан 9-ды азайтсақ, D болады. 44-тен 40-ды азайтсақ, 4 болады. D тең 4-ке. A1-ді табыңдар. Кез келген өрнекке D-нің орнына мәнін қоясыңдар. Жауап жоқ, A1 тең 2-ге. Сонымен дұрыс. Дұрыс, A1 тең 2-ге. Ары қарай. Жаңағы берілген сұраққа жауап берейін. Бір оқушы мынандай сұрақ қойыпты.
мынандай есепті беріпті. Арифметикалық прогрессияның екінші және алтыншы мүшелерінің қосындысы 8-ге тең. А2 қосылған А6 тең 8-ге. Ал 8-ші мүшесі 3-ші мүшесінен 10-ға артық. Яғни, үлкені 8-ші мүше, А8-ден азайтамыз А3-шіні 10 шығады. Бізге алғашқы 8 мүшесінің қосындысын табу керек. S8-ді табуымыз керек. Қане бірге шығарайық, көмек қылайық. Так, мына жерде тағы да орнына мәндерін қоямыз. А1 қосылған D қосу А1 қосу 5D тең 8-ге. А1 қосу 7D азайту А1 азайту 2D тең 10-ға. Бірінші теңдеуде 2А1 қосу 6D тең 8. Екінші теңдеуде А1-лер жойылып кетеді, 5D тең 10-ға. Осыдан D тең 2-ге. D тең 2-ге деген жауапты беріп тұрсыңдар. Енді А1-ді табайық және 8 мүшесінің қосындысын табайық. А1-ді табатын болсақ, бірінші теңдеуге орнына мәнін қоямыз. 2А1 қосылған 12 тең 8-ге. 2А1 тең минус 4-ге. А1 тең минус 2-ге. А1 минус 2-ге тең. 2-ге емес. Өйткені 8-ден 12-ні азайтамыз минус 4, минус 4-ті 2-ге бөлсек, минус 2 болады. Енді А8-шіні табайық. Ол А1 қосу 7-ді тең. А1 дегеніміз минус 2 қосу 7-ні көбейтеміз 2-ге. 14, 14-тен 2-ні азайтсақ, 12. Ендеше S8-ді арифметикалық прогрессияның алғашқы n мүшесінің қосындысының бірінші формуласы бойынша табайық. А1 қосылған А8 бөлінген 2 көбейтілген 8. 2 мен 8 қысқарып кетеді, мына жерде 4 болады. А1 дегеніміз минус 2-ге тең, плюс 12 көбейтілген 4. 12-ден 2-ні азайтсақ 10, дұрыс, жауабы 40 болады. Алғашқы 8 мүшесінің қосындысының жауабы 40 екен. 64 дұрыс емес, 40 дұрыс. Келесі есепті қарастырайық. Геометриялық прогрессияда 5-ші мүшесі 12-ге тең, 9-шы мүшесі 4-тен 3-ге тең. Осы геометриялық прогрессияның 11-ші мүшесін табу керек. Орнына мәндерін қойып, шығаруды бастайық. B5-тің орнына формула бойынша мәнін қоямыз. B1 көбейтілген Q-дің 4 дәрежесі тең 12-ге. B9-дің орнына мәнін қояйық. B1 көбейтілген Q-дің 8 дәрежесі тең 4-тен 3-ге. Осыдан бірінші теңдеуден B1-ді табатын болсақ, B1 дегеніміз 12 бөлінген Q-дің 4 дәрежесі. Осы мәнді екінші теңдеуге қоямыз. Сонда 12 бөлінген Q-дің 4 дәрежесі көбейтілген Q-дің 8 дәрежесі тең 4-тен 3-ге. Осыдан қысқартамыз. Q-дің 4 дәрежесі толығымен кетеді. Мына жерде 4 дәрежесі кетеді, 4 дәреже қалады. Q-дің 4 дәрежесін табу үшін
мынау санды 12-ге бөлу керек. Яғни бөлшектің бөліміне барады. Q-дың 4 дәрежесі тең 48-ден 3-ге. Бөлшекті қысқартсақ, Q-дың 4 дәрежесі 16-дан 1-ге тең. Ендеше бізде Q дегеніміз 2-ден 1-ге тең. Плюс минус 2-ден 1 болады. Өйткені мына жерде 4 дәрежесі беріліп тұр. Плюс минус 2-ден 1. Енді 11-ші мүшесін табуымыз керек біз. Ол үшін біз B1-ді тауып алайық. Бізде 2-ден 1 плюс болса да, минус болса да, оның 4 дәрежесі 10 сан болады. Яғни B1-ші тең 12 бөлінген 2-ден 1-дің 4 дәрежесі. Сонда B1 нешеге тең екен? Есептеңдер. 2-ден 1-дің 4 дәрежесі 16-дан 1 болады. 12-ні 16-дан 1-ге бөлсек, жауабы 16 бөлшектің алымына барады, сондықтан 192 шығады. 12-ні 16-ға көбейтеміз, жауабы 192. Дұрыс. Енді B1 бар, Q бар, біз B11-шіні табуымыз керек. B11-ші дегеніміз B1-шіні Q-дың 10 дәрежесіне көбейту деген сөз. B1-ші бізде 192-ге тең. Оны көбейтеміз 2-ден 1-дің 10 дәрежесіне. Яғни 192-ні көбейтеміз 2-ден 1-дің 10 дәрежесі. 2-ның 10 дәрежесі нешеге тең еді? Біз осының алдындағы есепте қарастырдық. 2-ның 10 дәрежесі 1024-ге тең. Дұрыс. Көбейтсек, бұларды қысқартамыз. Неше шығады? Жауабы 5,3 дұрыс емес. 192 мен 1024-ті қысқартамыз. 64-ке қысқартсақ, мына жерде 3 болады. 64 дегеніміз 6 дәрежесі, сонда 4 дәрежесі қалады. 2-ның 4 дәрежесі 16. Жауабы 16-дан 3. Дұрыс. 16-дан 3 жауабы болады. Сонда 11-ші мүшесі 16-дан 3-ге тең екен. Келесі есепті қарастырайық. Арифметикалық прогрессия берілген. Ол прогрессияның 5-ші мүшесі 28-ге тең. Арифметикалық прогрессияның 5-ші мүшесі 28-ге тең. Ал 9-шы мүшесі мен 6-шы мүшесінің айырмасы 9-ға тең. Бірнеше мүшесінің қосындысы 295-ге тең. Сол неше мүшесін қосқанда осы 295 шығады екен. Яғни n-ді табуымыз керек. Орнына мәндерін қойып есептейік. A5 дегеніміз A1 қосылған 4D тең 28-ге. A9 дегеніміз A1 қосу 8D азайту, мына жерде минус тұрғандықтан екеуі де минус болады. A1 азайту 5D тең 9-ға.
бізге өзін жазамыз. Екінші теңдеуде А1 мен А1 жойылып кетсе, D нешеге тең? D тең 3-ке. Дұрыс. Ендеше D тең 3-ке болса, онда А1 нешеге тең? D тең 3 деген дұрыс жауап беріп жатырсыңдар. A1 нешеге тең? A1 тең 16-ға. Дұрыс. Себебі 4-ті 3-ке көбейтсек 12, 28-ден 12-ні азайтсақ 16 болады. Дұрыс. Ары қарай, егер A1 мен D белгілі болса, біз N мүшесінің қосындысының формуласын жаза аламыз. Ол дегеніміз 2A1 қосу N-1 көбейтілген D бөлінген 2 көбейтілген N. A1 бар, D бар, SN бар, N-ді табамыз. Орнына мәндері қояйық. 2 көбейтілген 16 қосу N азайтылған 1 көбейту 3 бөлінген 2 көбейтілген N тең 295. Бөлшектің алымын табу үшін 295-ті 2-ге көбейтеміз. Ендеше 32, мына жерде жашан ашып жіберейік, қосу 3N азайту 3 көбейтілген N тең 295-ті 2-ге көбейтсек 590 болады. Осыдан сол жақтағы жақшаны ашайық. 32-ген 3-ті азайтсақ 29, 29-ді N-ға көбейтсек 29N қосу 3N квадрат тең 590-ға. Осыдан бәрін теңдеудің сол жағына жинасақ, квадрат теңдеу шығады. 3N квадрат қосу 29N азайту 590 тең 0-ге. Дискриминантты табайық. 29-дің квадраты. Мына жерде минус болғандықтан қосу 4 көбейту 3 көбейту 590 болады. Есептейік. 841. 29-дің квадраты 841. Қосу 590-ды 12-ге көбейтейік. Жеті мың 80. Қоссақ 7921 болады. 7921 бұл нешенің квадраты? 7921. 6480-нің квадраты 8190-ның, ендеше 80 мен 90-ның арасында 89-ның квадраты. Осыдан N-ді табайық. Минус B дегеніміз минус 29 плюс минус 89 бөлінген 6. Бірінші 89-дан 29-ды азайтсақ 60, 66-ға бөлсек 10, N тең 10 деген жауап дұрыс, себебі біз теріс санды жауап ретінде алмаймыз. Өйткені арифметикалық прогрессияның мүшелерінің саны тек қана 10 санмен беріледі. Дұрыс. Жауабы N тең 10-ға. Міне балалар, бүгін біз сендермен арифметикалық және геометриялық прогрессия тақырыбын қарастырдық. Оған бірнеше есептер шығардық.
Үйге тапсырма берілген, тапсырмаларды орындаңдар, ұпайларды алыңдар. Ары қарай келесі сабақтарда кездескенше сау болыңдар. Сәттілік тілеймін.